Не сунау? Набиглави. Мен ойлап едім басқаша деп. Нагибалова деп па не жазып қойған. Набиглави. Минеральная вода. Прямиком из Грузии. Дорогой. Грузинская вода. Винодан басқа суда да шығарады екен олар, Боржоми сол жақтан ба тоже? Боржоми да сол жақтан. Бұл Грузияның Набиглави деген ауылынан шыққан, соның атына қойылған. Негізі Грузия о жағынан өте не ғой, қазір соңғы кезде қазақтар көп Грузияға барып жүр. Енді жаңағы не үшін, табиғаты үшін де жаңағы. Сондықтан жарайды, алысқа кетпеймін. Су. Набиглавидің пайдасы біріншіден жай қара судан бұрын бұл жаңағы асқазан ауруларына, асқазандағы жара, язва желудка деп жатамыз ғой. Сондай аурумен ауыратын адамдарға өте пайдалы су. Дейді, егер ол рас болса, оны енді өздері тексеріп көреді. Ал біз болсақ, біз сіздер үшін дәмін көріп береміз ғой. Кеттік па? Газын шығарайық. Газдалған ба? Газдалған, обязательно оның бәрі газдалған болады. Бисмилля деп тұрып құямыз. Енді түсіне келетін болсақ керемет енді. Искем как будто приятный. Можете и чокаться. Міне. Ессентукиге ұқсайды, типа Боржомиге ұқсайтын сияқты. Не ғой? Соленый сияқты ма? Тұз сияқты, Сода. Жаңа Ессентукидің четверка слабый бар ғой, наверное. Соныкіне ұқсайды. Боржомидікі бірінші қаттылау ғой. Кішкене тұзданған ба? Сода су ғой ма? Пайдалы дейсің ғой. Өте пайдалы. Денсаулыққа пайдалы су. Рас болса, егер жаңа не жағына келетін болсақ, дизайн өте керемет. Бағасы қанша? Білмейді екен бағасы. 1000-1500. Мың жарым теңге. Шыны болғаш үшін ғой негізі. Пластик болса арзанда болады. Пластиковый барша? Арзанда болады. Мүмкін барша, үлкендеуі. Бұның бағасын жайдан жай қымбат қылмайды, во-первых, жеткізуі бар, бұны алуы бар, тазарту, бағасы оған қатысты емес, бағасы оған қатысты емес. Егер жаңағы айтып отырмын ғой, өзінің судың качествосына келетін болсақ, мүмкін ол Грузияның өзінде арзандау шығар бәрібір де. Бізге келем дегенше жаңағы сондай баға болып тұрды. Плюс теңгенің еще қолдырау. Оған байланысты. А так, су құрамында натрий, магний, кальций бар, пайдалы минералдар, өте пайдалы су. Өзің ұнады ма? Маған ұнады. Ұнады, жақсы. Прям дизайн такой необычный екен, Асқазан жұмыс істеп бастады. Ой. Саған да осы грузиндер ақша әкеліп берген жоқ па? Жоқ. Что-то слишком мақтап кетті да? Грузиндерге қатысым жоқ. Гамарджоба Набиглави. Все, давай, ладно. Сондықтан маған ұнады. Өте пайдалы екен. Соны ғана білдік, соны ғана шығардық. Шешім. Күшті. Қара су ішіп семіреді дейді ғой? Өзі қара су ішіп семірген ба? Маған қараса. Қара су. Көрдің ба? Қара болғанда түсі қара ма? Түсі қара, міне қара, міне. Әлде де. Көрдің ба? Қара, кола сияқты. Кола сияқты қара. Кеттік, аш көрейік. Бірінші рет көріп тұрмын. Қай жақта шығады? Аты Фулвика. Польша. Польшада шығады екен. 77 минерал бар екен. Жаңа алда айта кетсеңіз 4-5 минералдар бар еді. Мынада енді 77 минерал деп сонымен енді алдыға шығып тұр енді. Тек қана дәмін көру ғана қалды. Пластмассовый. Мен ойлаймын, енді ешқандай дәмі жоқ шығар бұның деп, жаңағы дәм болғанда енді подсластительдер, жаңағы қоспалар, дәмдеуіштер жоқ шығар деп ойлаймын. Құй көрейік. Мен бұл тек қана түсіне ғана қызықтым, соған бола құй деп тұрмын ғой. Көргім келіп тұр. Ана наклейка емес па? Міне, қазір көресің. Кәдімгі қара ғой мынау. Кола сияқты. Газдалмаған. Бірақ су. Мынау су. Таза су. Иісі жоқ. Иісі жоқ. Бұл неге қара екен? Из-за минералов каких-то. Содан ше? 77 ішіне көп тұр тұрған. Так, дәм ғой. Көреш мен
шұқылап кеткенсің ғой. Біртүрлі. Мәссаған, бұның құрамында май бар дейді ғой. Жир, иә, май дейді. Пищевая ценность. Оқи бар? По нулям все? 0 энергетический ценность. Иә. Значит, 0 калорий? Иә. Неге бұл қара екен де? Кім білетін болса астына жазып қоятын да? Гуминовая кислота дейді, мүмкін соның арқасында шығар. Ол не гуминовая кислота дейді? Келесіде оқып көрейік, не? Дәмін көрейік, дәмі қандай болды? Ішіп көрсең? Қызық. Иә? Андай, жаңа китайский кроссовканың иісі болады, сондай сияқты. Апарып тастадың ба тастан? Қап-қара деп өзінше дизайн анау. Не, бағасы қанша? Білмейді екен. 1000 теңге. 1000 теңгенің маңында. Күшті. Черная столовая с природным гуминовым минераловым камнями дейді. Бәсе, что-то тыстан сықыр-сықыр дейді. Қасы бар екен арасында. Ее покупают упаковками, хранят в холодильнике и пьют месяцами. Ну, по отзывам. Упаковкасын алып алып, бір ай ішу керек болсын да бұл? Курс какой-то определенный. Күшті екен. Қызық. Алып дәмін көріңіздер. Люди пишут, что помогает. Говорят, ощущение легкости появляется, и кожа становится заметно лучше, если ее месяц пить. Мына ішсе, бір ай ішусең, терілерің, беттегі терілерің жақсарады да, түсіндің? Жарапара деген сияқтылар құрайтын шығар. Жасарып кетеріміз ба? Себастьян болады, түсіндің ба? Себаса міне, Себаса деймін. Себаса. Ну, солай. Қарасу біртүрлі? Фулвика! Білмейтін қарасу бар екен. Түсі қара. Мына қалтаға семішкі, мына қалтаға сушняк, короче. Сан Бендетто. Аз рекламасы. Этикетка саз. Сонымен тартымды ғой, көрдің ба? Сонымен қызық бұл. Сонымен тартымды. Ештеңе жоқ деп бүйтіп қарайсың ғой. Итальянский флагты көресің мына жерде. Кейбір компаниялар үлкен қылып көрсін деп үлкен қылады ғой. А бұлар наоборот, кішкентай қылып, майда қылып жазғанда, чтобы одан да қызық болсын деп. Product of Italy. Итальяно, ацуро, квадратуро. Мынаның цветі көк та, мына жерде көрсің, көк. Бұндайын үші қызылы бар. Не айырмашылық екен? Келесінде айтамыз обязательно. Олар күшін еспей жатыр. Әкел. Ой, серьезно? Көрдің ба? Қиын жоқ қой, бейшара. Майға толған, қолы майланбаған, мына жері майланып кеткен ғой. Там внутри рисунок. Нет, в этикетке внутри. Мына ішінде, мына жақ этикетсе көк күмбек не бар екен? Сурет бар, гүл ма, вулкан ба, су ма, бұлақ. Роза. Сайтты ма? Розаның қарлығаштың суреттер. Раушан гүл ма? Мінекей. Алюмин. Енді качество жағынан енді сөзім жоқ. Тоқта ашайын. Этикетканы ашып жатырмын. Қызықтың бәрі мынада болып тұр ғой. Роза. Құй. Польский суд ішсек. Газирован. Мына бір обойды жыртып алған. Бір обойды жыртып қиып, этикетка жасаған ғой, скорее всего. Деп айтуға болмайды енді. Соншама неге келгенде. Газированная, не газированная? Қағаз экономикаға ғой, походу, не? Газбен или... Жабзады кемеді. Ыс или без? Ыс газбен. Ыс газбен. Қатты газдалған. Прям сарығаш ұқсайтын. Қатты газдалған, сарығаш ұқсайтын. Ішкен кезде бір ашшы болып келе ма сразу? Иә. Бұның үлкен
үлкен 0,5 литрлігі 1,5 теңге. Венецианский су екен, Венецияда шығады екен. Составы как обычно, сол магний, калий, кремний, сода, фтор бар екен міне мына жақта. Құрамы өте керемет. Жаңағы сол асқазан ауыратын адамдарға, асқазанның жарасы барларға өте пайдалы. Неше теңге тұрады мынау? 800-700 теңге. 1000 теңге плюс-минус. 0,2 объемы. Ішіп бітіргеннен кейін обычно сарыағаш бар ма, соны құйып аласың да ұрып жүре бересің, түсіндің ба? Прям минимализм істеген да. Маған ұнады. Бірақ 800 теңгеге это слишком. Тем более мөлшері бұл жерде қанша болып тұр? По-моему. Где тут? Жылып алып тастағаннан кейін 250, я. Күшті? Бірақ қымбат. Чай хобби. Долбоёб, чай хобби.